Арлин ханым, жалпы тефлон ыдыстар туралы ел арасында қауесет көп. Солардың бірі осындай жабыны бар ыдыстардың қатерлі ісікке әкеледі деп жатады. Осы рас па? Осы жөнінде толықтырып өтсеңіз. Бұл жерде ыдыс қана емес, жалпы пифастың әсері туралы айтқанымыз жөн болады. Себебі құрамында пифас химикаты бар заттарды өндіретін зауыттар адам денсаулығына қауіпті. Мәселен, ақш-тың Батыс Вирджиния штатында осындай зауыт маңында тұратын адамдар арасында қатерлі ісік көп тараған деген зерттеулер бар. Тағы бір мысал, Роб Билланд есімді автордың Exposure атты еңбегі бар. Онда Билланд осы өңірде тефлон өндіретін Дюпонтқа қарсы сот процесін жеңіп шыққан. Яғни бұл еңбекте автор пифастың ауыз су арқылы ағзаға енетін, оның денсаулыққа зиянын, тіпті адам қатерлі ісікке шалдығуы мүмкін екенін дәлелдеп шыққан. Сондықтан тек тефлон ыдыс қана денсаулыққа қауіпті деп айту қиын. Ал тефлон өндірісімен айналысатын зауыттардың онкологиялық ауруға әсері бары рас. Ол ғылыми тұрғыда дәлелденген. Арлин ханым, жауап бергеніңізге көп рахмет.